ақш соты сәрсенбі күні Венесуэланың биліктен тайдырылған президенті Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флореске қатысты есірткі контрабандасы айыбы бойынша сот отырысын 2027 жылғы 1 маусымға белгіледі. Америкалық судья қос тараптың өтініші бойынша мерзімді бекіткен сәрсенбі күнгі 15 минуттық сот тыңдауында Мадуро да оның әйелі де сөз сөйлеген жоқ. Өзара келісілген кестеге сәйкес қорғаушылар қыркүйек айының басында тағылған айыптарға қарсылық білдіру туралы өтініштерді бере бастайды. Мадуроның адвокаты бұл іске егемендік иммунитеті негізінде қарсы шығатынын мәлімдеді. Сондай-ақ ол әскери ұрлау деп атаған әрекеттің заңдылығын даулайтынын айтты. Ерлі зайыптылар қаңтар айында ақш әскери операциясы нәтижесінде қолға түскеннен бері Бруклин түрмесінде отыр. Оларға Америка құрама штаттарына мыңдаған тонна кокаин тасымалдауды ұйымдастырды деген айып тағылған. Екеуі де өздерін кінәлі емес деп мәлімдеді. Егер кінәлері дәлелденсе, олар өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. ақш президенті Дональд Трамптың әкімшілігі бұл ретте құқық қорғау органдарының дәлдікпен жүргізген операциясы деп сипаттаса, Мадуро өзін әскери тұтқын деп атап, ұсталуын заңсыз ұрлау деп бағалады. Сот ғимаратының сыртында демонстранттар кепілмен босатуды талап етпеген бұрынғы президент пен оның әйелін қолдау мақсатында плакаттар ұстап тұрды.